بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وما بعد بزر باب الأفعال غتوقتدق أفعال بزي فعل ديگن سوزنه كبشة تره بولاد فعل ديگن بزي يتستك أفعال يتستكتر باب الأفعال يعني يتستكتر بابا قال المصنف كتابنا أفتر باب الأفعال يتستكتر بابا الأفعال ثلاثة بزدي يتستكتر باورلر يا глагол үшке бөлінеді. Немесе үш түрі бар. Бірінші мадин деген өткен шақ. Өткен шақтағы етістік. Ва мудариун, яғни осы шақтағы етістік. Ва амрун, және бұйрық райы, немесе бұйрық етістік, я. Мысалы, наху дейді, мысалы, бараба, ұрды, я, өткен шақта. Ядрибу, ұрып жатыр, осы шақта. واضرب немесе اضرب бұйрық райы, я? Фалмади, енді осының әрқайсының үкімін әрқайсына жеке-жеке тоқталамыз. Фалмади дейді, өткен шақтағы етістік мафтухул ахири абада. Мафтухул ахир деген, яғни соңғы әрпі әрдайым фатхалы болады. Кеймен жерде түсіндірме жасап жатыр. Аш-шарху янқасимул фи'лу, бізде етістік дейді бөлінеді. إلى ماض ومضارع وأمر өткен шақтағы және де осы шақтағы және де бұйрық райындағы етістікке бөлінеді. Фалмади өткен шақтағы етістік бауырлар наху мысалы дараба ұрды дейді. Вал мудари осы шақтағы етістік мысалы ядрибу ұрып жатыр. Вал амру бұйрық райы етістігі идриб мысалы. ولكل فعل من هذه الأفعال وسأربر يتستك أحكام خاصة به өзіне жеке қатысты үкімдері бар дейді. Енді әрқайсысын жеке-жеке алайық. Біздер енді осы жерде үш түрлі етістікті айттық, я? Біріншісі өткен шақтағы етістік, осы шақтағы және бұйрық райындағы етістік. Енді осының әрқайсына жеке-жеке үкімдеріне тоқталамыз, я? Ауалан дейді, біріншіден жақсылап мән береміз. الفعل الماضي өткен шақтағы етістік хукмуху, оның үкімі юбна дейді. Юбна деген яғни қатып қалған болады, ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Юбна қатқан болады даиман дейді, әрдайым. Валаху саласу халат, оның үш түрлі жағдайы бар. Яғни қатып қалады не нәрсеге? Үш түрлі нәрсеге қатып қалады. Біріншісі юбна алал фатхи, әрдайым фатхаға қатып қалған болады. Иза лам яттасил бихи шейун, егер ол нәрсеге, яғни осы өткен шақтағы етістікке еш нәрсе жалғанбаса немесе қосылмаса. Мысалы дейді, қала раббука, сенің раббың айтты. Осы жерде қала не болды? Мабниюн алал фатхи, фатхаға қатып қалған болды. Ау дейді, немесе اتصلت به تاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث يعني من تاء سكون دي جنس كرتقى دليل واتن وص نرسي جلغانسا. مثال دي قالت نملة يا قمرسقا ايت قالت وشيريني تاء التأنيث يعني جنس كرتقى دليل واتن تاء جلغاند وشير دي لام نيولد قالت يا وشيريني مبني على الفتح بود. نيمسي دي او ألف الاثنين يكلك جلغانسا. مثلا وقال الحمد لله لا وشرني ألف الاثنين جلغاندا وشرني مبني على الفتح بوات. ديمك نيه قرط الله يلي بزدي برنش أكمة مبني على الفتح ولده قاي جزدي برنش يجر أوغان يشنرتي جلغان يكنس تاء التأنيث جلغانسا üçüncüsüne ألف الاثنين جلغانسا مبني على الفتح دائما أردائم نه فتحة қатқан болады. Екіншісі юбна аля даммаға қатып қалған болады. Қай кезде изаттасалат бихи ваул жамаа, егер оған ваул жамаа жалғанған болса. Мысалы вақалу сами'на, олар айтты біздеріне тыңдадық. Осы жерде қалу деген кезде олар айтты. Осы жерде ваул жамаа келді. Фи'л мадиға жалғанды. Демек фи'л мади бұл жер не болады? Мабнию аля даммаға қатып қалған болады. Үшіншісі юбна аля сукун, сукунге қатып қалған болады. Қай кезде
إذا اتصلت به تاء الفاعل. تاء الفاعل жалғанатын болса. Тәул фәил деген не бізде? Ту деген, яғни мен істедім. Мысалы, ма қулту лахум, оларға айтпадым. Осы жерде қулту мен айтпадым. Әна, яғни әна мен глагол жалғанып тұр. Осы жерде қул лам сукунды болды. Неге? Тәул фәилге жалғанып тұр. Осы кезде бізде не болады? Фи'л мади мабниюн аля ас-сукун болады. Немесе наул фаилин нахнуға жалғанса. Мысалы, ва қулна лахум, біз оларға айттық. Қулна, біздер айттық. Осы жерде наул фаилинге жалғанды. Немесе нунул инас, женский родтағы нунге жалғанса. Мысалы, ва қулна хаша лиллах, ол әйелдер айтты. Осы жерде нунул инас, женский родтағы көпше тұр. Осы жерде уллеп сукунды не? Мабниюн аля сукун болды. Демек бізде бұл не? Фи'л мадидың үш түрлі нәрсеге қатып қалуы. Кейін бізде бауырлар, сәниян екінші әл-фи'л амр, бұйрық райындағы етістік. Қал ал-мусанниф, кітаптың авторы айтып жатыр, вал амру мәджзумун абада. Мәджзум деген не? Яғни сукунге қатып қалған болады әрдайым дейді. Бізде жазм деген сукунмен болуы мүмкін, немесе хазфпен болуы мүмкін. Хазф деген не? Ауру әріптің өшіріліп қалуы. Немесе бір әріптің өшірілуі. Қазір айтамыз. Аш-шарх не? Шархын айтып жатыр. Әл-фи'л амр. Бізде фи'л амрдың үкімі қалай болады? Якун мабниян даиман. Әрдайым не? Мабни болады, қатып қалған болады. Валаху арбау халат. Оның төрт түрлі жағдайы бар. Біріншісі юбна аля сукун, әрдайым сукунге қатып қалған болады. Қай кезде десе, иза кана сахихал ахири, егер не? Оның соңғы әрпі сау әріп болса. Валам яттасил би ахирихи шайун, және оның соңында еш нәрсемен не? Жалғанбаса. Ау иттасалат бихи нунул инас, немесе көпшілік түрдегі женский род нун жалғанса. Мысалы қалай? Мысалы міне. Вазкур раббак. Осы жерде узкур, не болды? Язкурудан шығады. Язкуру. Фи'л амр қалай болады? Узкур. Осы жерде узкур деген кезде не болды? Соңғы әрпі сау, ра әрпі. Және оған еш нәрсе жалғанған жоқ. Дұрыс па? Узкур раббак. Демек бұл жерде не болады? Мабниюн аля сукун болады. Немесе нунул инас, женский родтың көпше түріне жалғанса, узкурна ма ютла, сендер еске алындар, әйел адамдар, узкурна. Мен жерде не болады? Нунул инас, яғни сендер әйелдер. Антунна деген, демек не? Бұл жерде екі түрлі мысалмен не? Түсінікті болды. Екіншісі, біріншісі не деді? Сукунге қатып қалған болады дедік. Екіншісі бауырлар, юбна аля хасфи харфил илля. Ауру әріптің өшірілуімен мәбни болады. Қалай ол десе? Иза кана му'таллал ахир. Егер етістіктің соңғы әріпі ауру болса. Мысалға, үд'у иля сабили раббика. Раббыңның жолына шақыр. Осы жерде үд'у негізі асылы яд'у. Фи'л мудари'та. Осы жерде я әрпі өшіріледі. Және мынау яд'у деген кезде осы ауру әріп не істейді? Өшіріп қалады да. Алифті қосамыз, не болады? Үд'у. Немесе иттақилла. Иттақилла, бұның асылы қалай? Мудари'та яттақи вад. Яттақи. Осы жерде не болады? Мынау я өшіріледі. Және қофтан кейінгі я әріп өшіріледі, ауру әріп. Осыны алифті қосамыз, иттақи. Немесе үшінші түрі, ванха анил мункар. Негізі янха асылы. Янха. Осы жерде ауру әріп өшіреміз, яны өшіреміз, кейін алифті қосамыз. Ванха анил мункар. Осы жерде үд'у, иттақи, ванха деген кезде, инха. Барлығында не? Ауру әріп өшіріп қалды. Демек, бұл жерде қалай болады? Юбна аля хаси харфил илля. Егер бізде етістіктің соңғы әріпі ауру болса, және де ол бұйрық райында келетін болса, яғни фи'л амр жағдайында келетін болса, оның соңғы әріпі не істейді? Өшіріліп қалады. Үшінші жағдайы бауырлар, юбна аля хасфин нун. Нунның өшірілуімен мәбни болады. Нун әріпі, Ол қалай десе, немесе қандай жағдайда болады десе бауырлар,
إذا اتصل به ألف الاثنين يعني біз أفعال الخمسة жағдайында келсе ألف الاثنين мен жалғанса немесе вау жамаа жалғанса немесе яу мухатаба жалғанса яғни أفعال الخمسة жағдайынан фи'л амр жағдайына өтсе أفعال الخمسада манағы насып пен жазм факторлары келіп өшірген сияқты фи'л амр жағдайына түскен кезде не істейді? Нун әрпі өшіріледі. Мысалға вакула минхума негізі бұл асыл қалай еді? Якулан яфалан формуласында осы жеріне я мен алифті өшіріледі, нун әрпі өшіріледі мен соңындағы кула сендер екеуің жеңдер. Немесе кулу ашрабу кулу асыл қалай болады? Якулун осылар өшіріледі, кейіннен нун әрпі өшіріледі кулу сендер жеңдер. Кулу сендер жеңдер. Немесе факули вашраби негізі ташрабина асылы ташрабина осы жерге қалай болады? Әрпі өшіріледі, кейінне соңында нун әрпі өшіріледі, кейін алиф қосылады. Ишраби сен әйел іш. Демек не? Афал хамса жағдайында келетін болса және ол фи'л амр түрінде келсе соңғы нун әрпі өшірілумен мәбниюн аля хасфин нун болады. Төртінші юбна аля фатхи фатхаға қатып қалған болады фи'л амр қай кезде? Ида тасалат бихи нуну таукид егер оған не нуну таукид жалғанса. Мысалға қалай? Ушкуранна анта ушкуранна анта ушкуранна осы жерде не? Ушкура жерде нуну таукид осы жерде не? Нуну таукидке жалғанған кезде фи'л амр не болды? Мәбниюн аля фатхи болды. Демек бізде не бұл? Фи'л амрдың мәбни болған кездегі төрт түрлі не? Түрі екен. Сәлисән үшіншіден бауырлар әл-фи'л ал-мудари етістіктің үшінші түріне фи'л ал-мудари осы шақтағы не? Етістік. Қал ал-мусанниф кітаптың авторы айтып жатыр вал-мудари'у бізде мудари дегеніміз макана фи аувалихи оның бастапқы әріптерінде не болады? Ихдаз заваидил арба осы төрт қосымшаның біреуі болады. Жақсылап тыңдаймыз бауырлар. Заваидил арба яғни төрт қосылған нәрсенің біреуі келеді басында. Яғни төрт әріп бар бізде. Сол төрт әріп фи'л мудари'тің алдында сол төрт әріптің біреуі келеді. Яжмауха қаулук яғни осы төрт әріпті сенің осы сөзің жинап береді. Яғни төрт әріпті қосқан кездегі не? Қосқан кездегі бір нәрсе. Яғни тақпақ ретінде немесе бір жалпылама сөз ретінде қосып қойған. Мысалға бізде тәжвидте білімінде мысалға қалқала деген кезде қалқала әріптері қандай деп айтамыз ғой? Оны не? Осылай құтбу жадд деп бір сөзге жинап қойған. Сол сияқты фи'л мудари дегеніміз оның ең бастапқы әріптері осы төрт нәрсенің біреуі болады. Ол не? Анайту. Яғни ол либо алиф болады, немесе нун болады, немесе я болады, немесе тәмен басталады. Фи'л мудари осы төрт әріптің біреуімен басталады. Мен жерде міне келтіреді қазір. Вахуа марфуун абада және ол әрдайым рафъ жағдайында болады, бауырлар. Доммалы болады, яғни. Хатта ядхула алейхи насиб ау жазим. Қай кезге дейін оған насиб немесе жазим фактор құралдары кірмейінше. Енді шарх, түсініктеме. Әл-фи'л ал-мудари хукмы біріншіден валау хукман. Оның екі хукмы бар. Бірінші хукмы би'тибари аувалихи. Яғни бірінші басталатын әріпіне қатысты болатын үкім бар, және соңғы әріпіне қатысты болатын хукм бар. Хукм би'тибари ахирихи дейді. Фамма хукмуху би'тибари аувалихи. Бірінші әріпіне қатысты хукмге келетін болсақ, фаинаху лабудда якуна фи аувалихи дейді. Яғни міндетті түрде оның бірінші бөлігінде болуы керек. Вахиду мин арбаати ахруфин. Осы төрт әріптің біреуі болу керек. Вахия ол дегеніміз әл-хамза манағы алиф одан кейін нун, міне нун, одан кейін я міне, одан кейін та, яғни анайту. Осы жердегі мынау анайту да айтып жатыр. Осы төрт әріптің біреуімен басталады фи'л мудари. Мысалға міне хамзаға мысал келтірейік. Aqumu мен тұрамын. Енді нун, нақуму біз тұрамыз. Енді яқуму, хуа яқум ол тұрады. Тақуму, хия тақуму. Демек, фи'л мудари осы төрт әріптің біреуімен не?
басталады. Бұл не? Бірінші басталуына қатысты хукм. Уамма хукмуху би'тибари ахирихи, соңғы әрпіне келетін болсақ, яғни қалай аяқталады ол? Харакаты қалай болады? Немесе әрбі қалай болады, я? Мен жерде түсіндіріп жатыр. Фаиннаху таратан якуну мабниян, яғни ол кейбір кезде мабни болады. Ва таратан якуну му'рабан, кейбір кезде му'раб болады. Яғни өзгереді харакаты. Кейбір кезде қатып қалған болады бір нәрсеге, кейбір кезде не? Харакаттар өзгереді, яғни му'раб болады деп жатыр. Ва хуал галибу фихи. Бізде демек не? Фи'л мудари'тың ең көп болатын нәрсесі, яғни негізгі основасы, я? Бізде не? Му'раб болады. Мабни болады не? Аз уақыттарда немесе аз жағдайларда. Фаммал мабнию фалаху халатан. Мабнидің бізде бауырлар екі түрлі жағдайы болады. Яғни екі нәрсеге не мабни болады. Біріншісі сукунге мабни болады. Қай кезде? Изаттасалат бихи нунул инас. Яғни хунна болған нунул инас жалғанатын болса, мабни ала сукун болады. Мысалға, валвалидату юрди'на. Я? Әйел адамдар емізеді. Осы жерде аналар, я? Юрди'. Юрди' деген ардо адин фи'лдашат. Негізі юрди'. Я? Юрди'у. Осы жерде нестеді? Нунул инас, яғни хунна, яғни аналар, я? Яғни валидат. Материя, да? Юрди'на хунна. Я? Хунна юрди'на. Осы жерде нунул инас қысылған кезде мабниюн ала ас-сукун болды. Екіншісі юбна ала al-фатх, фатха қатып қалған болады. Фи'л мудари қай кезде? Изаттасалат бихи нунут таукид. Егер нунут таукидке жалғанса. Мысалға, ла нухриджаннака. Нухриджу негізі фи'л мудари. Кейін нунут таукидке жалғанды. Яғни күшейтпелі шарайя, міндетті түрде сені шығарамыз, я? 100% деген сияқты. Ла нухриджаннака деген кезде нухриджу еді, бірақ мабни ала фатх болды. Неге? Нунут таукидке жалғанды. Бұл бізде не? Мабни болатын екі түрлі нәрсе. Біріншісі мабни ала сукун болады, екіншісіне мабни ала фатх болады. Біздер айттық, негізі фи'л мудари не болады дедік? Му'раб болады дедік. Мен жерде не? Мабни болатын тек қана екі жағдайы. Ал асыл бізде фи'л мудари му'раб болады. Ва ю'рабу ал-мудари'у му'раб жағдайында болады дейді. Я, харакат өзгереді. Қай кезде? Иза лам яттасил би ахирихи нунул инас ау нунут таукид. Яғни мынау сукун болған кездегі, фатха болған кездегі мабни, осы екі нәрсе болмаса болды. Яғни нунут таукид немесе нунул инасқа жалғанбаса болды. Бізде не істейді? Ол му'раб болады. Яғни өзгереді. Вал мудари'у ал-му'рабу ала қисмейн. Және ол екіге бөлінеді. Му'рабун бил харакат, яғни әріптермен му'рабталатын нәрсе, өзгеріске ұшырайтын. Және му'рабун бил хуруф, әріптермен му'рабталатын нәрсе, i'рабталатын, өзгеріске ұшырайтын, я? Біріншісі харакаттармен i'рабталады қай кезде? Иза лам яттасил би ахирихи, егер оның соңына алиф-ль иснайн жалғанбаса, ваул жамаа жалғанбаса, яул мухатаба не жалғанбаса. Мысалға не? Язхабу. Алиф-ль иснайн жоқ, ваул жамаа жоқ, яул мухатаба жоқ. Демек не? Язхабу баммалы болады. Бұл харакат. Енді бұл харакат өзгере ма, я? Қай кезде? Лән кірсе, лән язхаба деп фатхалы болады. Ләм харф жазым кірсе, ләм язхаб болады. Мына өткенде біздер айттық, я? Лән деген нәрсе истиқбал, болашаққа дәлел болады. Мен жерде язхабу бара жатыр. Лән язхаба бармайды болашақта. Я? Яғни болашақты қайтару. Валам язхаб болса бармады. Фи'л мадиға не? Мағынасы болады. Бұл бізде біріншісі. Харакаттармен i'рабталады. Әріптермен i'рабталады. Қай кезде? Изаттасала бихи алиф-ль иснайн, яғни афал хамсаның хукмы сияқты, я? Алиф-ль иснайн жалғанса, ваул жамаа жалғанса, немесе яул мухатаба не жалғанса. Мысалға, язхабан, ол екеуі бара жатыр. Немесе язхабун, немесе тазхабун, немесе тазхабин, немесе тазхабан. Я? Язхабун, тазхабин. Бұларда өзгеріске ұшырайды. Хасб болады. Қай кезде? Ләм кірсе, немесе лән кірсе. Бізде бауырлар демек бұл не? Осы аф'алдың үш түрі, осымен не? Осы жеткілікті болады. Аллаху тағала
أعلم.